Армысың қазақ елі, мен Серікбек Жібек. Абай атамызды дәріптеу барысында Абай дана, Абай дара қазақта. Оқымаған ұл Абайды қазақ па? Қазақтан қын асқақтатқан әлемге Абай теңдес, ақын болмас қазақта дей келе, Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойына орай бір өлең оқып берсем. Ұяламын дегенде көңіл үшін, ұсақ қулық бір ғана өмір үшін. Татымды достықта жоқ, қастықта жоқ, жігері жоқ маңызды жеңіл үшін. Жалығу бар, шалқу бар, ішпісу бар. Жаңа сегіз адамзат көрсе қызар. Ар менен ұят ойланбай танастырып, ертеңі жоқ, бүгінге болған құмар. Туысқаным, достарым, бәрі күшті. Сол үшін де досымнан дұшпан күшті. Сүйсе жалған, сүймесе аянбаған, бұл не деген заманға сым түсті. Өзің үлкен қылығың балашаға, балаша мәз болып жүрсің тамашаға. Әке сырса балаға ол да достық, бала сырса әкеге жарасамын. Мен бұл эстафетаны Бақтыбай Жолбарыс атындағы номер 18 орта мектеп лицейінің әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары Биғайша Серікболқызына жолдаймын.